Банафи пай тортын әзірлейміз. Пешке пісірмей пісетін керемет бананы бар торт. Өте тәттіні жақсы көретіндерге арналған. Ол үшін дүкеннен печеньяның жұмсақ немесе песочный түрінен алдым. Блендермен немесе қалтаға сап оқтаумен үгіттім. Жібіп тұрған жақсы сары майдан құйдым, араластырдым. Енді торттың түбін қалыпқа келтіреміз. Форманы алып, массамызды салып бір келкі қыламыз. Тоңазытқышқа 45 минутқа немесе мұздатқышқа 15 минутқа қоямыз. Уақыт өте банандарды кесеміз. Пісірілген қоюландырылған сүтті, яғни варенканы жағамыз, бананды саламыз да үстіне кремін жасап жібереміз. Ол үшін қою сливкені қоюланғанша миксерлейміз. Сосын қант ұнтағын салып миксерлеп, сүзбе ірімшігін, яғни творожный сырды қосып араластырамыз. Торттың үстіне бір келкі қып жағамыз. Кондитерлік қалтаға да салып оюлармен түсірсеңіздер де болады. Какао немесе шоколадпен безендіреміз. Тоңазытқышқа минимум 2-3 сағатқа қоямыз. Жасап көріңіздер, балаларым сүйсініп жейтін десерт. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Шайларыңыз тәтті болсын.